команда. Бірінші, химиялық шабуыл, немесе химиялық дабыл. Ядролық шабуыл, ядролық дабыл. Биологиялық шабуыл дейді. Барлығы химиялық немесе газ шабуыл дейді. Енді орысша газ деп айтылады, газ айтады дейді ғой. Сол уақытта көздерің жұмулады, демдеріңді алмайсыңдар. Әуелі егін саласында, сосын қолмен артылай. Содан кейін көздеріңді әсіресетінен демаламыз. Демдеріңді естіртетіндерді шығасыңдар. Көр, түсіндер ме? Өйткені ана енді демалмай тұрсыңдар ғой, ауыр, терең демалу керек қой. Дайынсыңдар ма? Так. Взвод, газы! Так, ем алғандар естірмейді. Мысалға бір уақытта жүріп жатыр, әлі. Взводтың уақыт жүріп жатыр. Өйткені соңғы адам кетіп қалған. Демалдыңдар ма? Естімейді демалғандар. Так, газы! Он үш, 14. Ал уақыт бойынша неше деді? 12-де кетіп ол көріпсіздер. Ал сендердің кетіп тұрғандарын қазір 12-де асып кетті. 13, 14. Так, шешіздер. Так. Қайталайды. Норма. Жекелеп келгенде 7, 5-ке, 8, 4-ке, 13 секундқа. Отдел бөлімше дейді, бірақ сендер бөлімше келмейсіңдер. Сендер взводқа келесіңдер. Отделениеге 8, 9, 11 уақытта секундымен. Так, взводқа деген қазір взводқа тұрсыңдар сендер. Взводқа 9, 10, 12. Қазір сендер осы уақытқа жату керексіңдер. Взвод бұл түзбір электриктердің киюіне қарағанда, түзбір электриктердің, сендер түзбір электриктердің ғой. Бара түзбір электриктердің киюіне қарағанда, сендер қазір бәрін түгел 5 минут кию үшін 9 секундта киіп көресіңдер. 4-те 10-да киіп көресіңдер. 3-те 12. Енді 3-ке группа қалайда киіп көресіңдер, сендердің келетін уақыттарын тек қана 4-тен 5-ке. Түсіндір ғой, бірінші адамнан басталып, ең соңғы адам болғанша мен есептеп тұрамын. Ең соңғы келген адаммен нормативтің бағасы қойды. Түсіндір ғой, да? Дайынсыздар ғой? Так, екінші, қанша болды уақыттар? 13. Сендерге әлі түсу керек, кем дегенде 13-тен 6 секунд түсу керек па? 3 секунд. Неге? 4-ке 3 секунд. 13-тен 4-ке 10, 4-ке 3 секунд түсу керек. Так, уақыттардың өз қолдарында группа. Дайындалыңдар. Так, взвод. Химиялық шабуыл. Қазір бәрін ашарға алыпсыңдар. Өйткені сендер кем дегенде ұшау үшін 12 деген секунд бар. Сендер 27, 12, 27 жүрсіздер. Қайталаймыз. Негізінен киіп жатқанда, киіп сіздерді сақтап,
Түймелерін ағытпайсыңдар, егіктер. Сам. Былай саласың, кешік саласың. Сен былай ғана салыстырып көріңдер. Так, взвод. Каждый. Ең соңғы үйде жеткерген. Кел мұнда. Жасымет екеуі келді берді. Так, салыңдар. Алғандарды кешікке көргендер салыңдар. Күмесін түгел ақши салыңдар. Бірінші, яғни алғашқы келген, ең соңғы келген. Жалпы взводтың уақыты кем дегенде 10 секундқа жетпеу керек. Бірақ сендер бұл ретпен сөйлемейсіңдер. Сондықтан ертең облыстық әскери далалық жиын болғанда жазда. Осыдан взводтар бойынша жарыс болады. Сол уақытта тапсыра алмасаңдар, басқа топтарға қарағанда. Жасымет. Қазір екеуін бір-біріне жүріп көрді. Так, дайынсың ба? Газы! Сегіз жетпіс. Жеке келгенде көріпсіңдер ме? Өзі басқаша киіп тұр. 870 деген өзіне көріпсіңдер, бәрі неше келіп тұр? Төртке келіп тұр. Қателіктер бар. Мына жерде склад болмау керек, қатыстар болмау керек. Так, жасымет дайындал. Кейін сала бер. Газы! Жетіге кейт. Нешеге кейтті қандай баға? Жекелей? Беске кейтті. Так, шешіп салыңдар. Енді екеуі қатар келесіздер. Яғни, улы заттар мен химиялық қосылымдар әртүрлі элементтер кетпеу үшін алмайды. Жылап киіп отырса. Внимание, газы! Енді бұл бірінші кейт көрді ме? 10-да 12. Екеуінің несі отделенеге келеді. Екеуі қатар кетіп тұр ғой. Әзірге жақсы. 10-да 12 деген сөз отделение. Жоқ, 3-ке кетіп қалды. 9-дан кетіп қалды. Отделение. Қатар батырыңдар. Ұрыстық қимылдар болса да, қандай соғыс жағдайында да міндетті түрде жараланған адам. Жараланған адам соғыс кезінде улы заттардан қорғау үшін оған әрине көмекті қасындағылар береді. Солай ма да? Өзі келмейді, мысалы, өзі қазір жаралып жатыр. Енді бұны жаралып жатыр деп бұған противогаз кигізбеуге болмайды ғой. Сондықтан ең алдымен жаралы адамға противогаз, газ жұмылдырып кигізу әдістері бар. Оны орнына тұрғызып кигізіп алмайсың, өйткені ол жаралы. Солай ма? Мына зембілде жатыр, зембілдің ошасы насипті ғой. Зембілде жатқан адамды, яғни көмек жасап кигізбеу керек. Өйткені ол уланып қалады ғой. Сондықтан жаралыға көмек көрсетуде жаңа сендер противогаз өздерің уақытқа кетіпсіңдер. Енді ол заттардан қолдану үшін азаматтық қорғаныстың шаралары бойынша жаралыға көмек көрсету деген бар. Ол медициналық көмек. Ана стендте тұр міне бұл жерде. Ең шетте азаматтық қорғаныс медициналық білім негіздері деген. Сол стендте барлық көрсетілген ең шетте стендте апат жағдайларда көрсету керек. Бірақ
қазір біз практикалық жүзде, практикалық түрде мына жатқан жаралыға көмек көрсетесіздер. Көмек көрсеткенде қайталап көрсетейін. Біреуін қолмен сүйейсіңдер, басын қолмен сүйеп тұрасыңдар. Енді ол қолмен сүйеп тұрған кісі противогаз ала алмайды, солай ғой, да? Басына зақым келген болар, қолына зақым келген болар. Екіншісі противогазды алып, еппен егіне кигізеді. Енді сау адам сияқты кигізе алмайсың ғой, өйткені жаралып жатыр ғой. Сондықтан зақым келтірмеу үшін, ешқандай ауыр қимыл келтірмеу үшін міндетті түрде кигізесің. Ол үшін команда болған бойда екеуің тыныш, екеуің противогазбен жүріп жатқан болмай тұресіңдер. Әуелі алдымен өздерің киесіңдер. Енді өздеріңді кимейді, ол зат барлығына ортақ қой, бірдей келіп жатыр. Сондықтан команда болған бойда екеуің киіп, келіп кигізесіңдер. Түсіндір ғой, да? Так. Әуелі киіп аласыңдар, содан кейін келіп кигізесіңдер. Так. Говори, газы! Сендер былай істеңдер, кім? Газ береді. Так, дұрыс па? Басын көтерді ме? Басын көтерді ғой? Так, жақсы, түсінді. Так, салып ал. Орған алып қойындар, осы кейде көтеріп соны. Так, ерейді деген сияқты, әртүрлі қоспалар түседі. Соның барлығынан қорғау үшін қорғаныш палас бар. Бұны АЗК деп айтайды. ОЗК-ның шешімі общевойсковой защитный комплект. Қорғаныш паласы. Бұны кигеннен кейін сен үстіңдегі дене жарақатынан сақтайсың. Бір жерің күйіп қалу. Солай ғой, да? Бір жеріңе бір тамып, теріңді сыпырып салып, соның барлығынан қорғау үшін плашты киеді. Ол плашты кигенде плаштың негізгі құрылысы плаштың өзінен тұрады. Басқа киетін бар. Содан кейін екі етікшесімен бар, бұны шоу видео атайды, етікшесімен кигенде. Бұның өзінің салатын қыстыратын нелері бар, түймелері. Осыны киіп болғаннан кейін противогазын киесің. Енді газды мұлдырып кию керек қой. Газды мұлдырып кигеннен кейін газды мұлдырыптың басындағы қалай дейді сендердің капюшон. Соны кигеннен кейін ең соңында өзінің перчаткасы болады. Сол перчатка деген қолғап кигеннен кейін бар адамның денесі түгел жаңағы химиялық шабуыл кезінде немесе басқа да әртүрлі жарылыс кезінде денесін қорғайды. Бұның көбіне күйуден, әртүрлі улы заттардың денеге тамып кетуінен, терісінің сыпырылып қалуынан, немесе тағы басқа улы заттардан қорғайды. Түсіндір ме, да? Газды мұлдырып сенің демалыс органдарыңды қорғаса, сенің улы заттардан, бұл сенің дене үстіндегі дене құрылысыңды қорғайды. Түсіндір ме? Сондықтан бұл общевойсковой защитный комплект деп аталады. Бұл көбіне мына заводтарда жарылыстар болады ғой. Өздері білесіңдер, Чернобыль кезінде үлкен апат алып келген. Жапонияда үлкен жарылыс болды заводта. Соның барлығында осы плаш, қазір бұл плаштың да қазір түрлері бар. Мына плашымен мына төменгі шалбары және етігі барлығы бірге бар, түгел. Бірден киіп алады, түсіндір ғой, да? Бірден мына киіп аласың, түгел киіп аласың да, қазір түрінде замоктары бар, тартып алатын, қыстырып қоятын, тартып қоятын, жабыстырып қоятын белдемшелері бар. Соның барлығы мына АЗК-ның негізгі басты насады. Бұны жаңағы көбіне газды мұлдырығынан қосымша бірдей келеді, екеуі. Сондықтан азаматтық қорғаныс кезіндегі негізгі басты қосымша газды мұлдырығынан келетін осы плаш болып есептеледі. Түсіндір ғой, да? Противогазды. Қазір сендер газды мұлдырық туралы кинофильм қарайсыңдар, содан кейін осы плашты уақыт қалса киіп көресіз. Түсіндір ғой, да?
Анау жарық сөндіру журналистермен дауысы шығып отырған. Мынау ГП-5 деген противогаз. Мана сендерге көрсеткен противогаз. Так, тыныштығында отырайық. Мынау маскасыз шлем. Бұның ерекшелігі, мына кигеннен кейін терлейді ғой, білесіңдер ғой? Мына айдың. Бұның терletпейтін әдейі пленкасы бар. Кигеннен кейін. Өйткені адам демалғанда ішінен бар буға толып кетеді де, мынау деген не жазды. Терлеп кетеді. Сосын түк көрінбей қалады, білесіңдер ғой, да? Біздің кезіміздегі киіп жүрген ГП-5-тарда жүгіріп жатқан, тем более бұнымен жүгіресің, жүгіргенде терлеп кетесің. Сосын салқыннан қорғайтын пленкасы бар. Бұның соңғы жаты шығып жатқан гастролдықтар ғой, бұның ерекшелігі соны айтып отырғаны. Енді өздері білесіңдер, үш размері бар деп қана, үш размерін береді. Бірақ артындағы ремендермен бастың көлеміне қарай тартып келтіру бар. Түсіндір ғой, жаңа бар болсын деді. 2 дегені бар, 3 дегені бар. Бұл Ярославль деген қаладан шығады негізі. Ярославль деген қала, Россияның қаласынан шығатын противогаздар. Резиновый завод бар сонда, покрытие шығаратын. Әлі Ярославль деп айтады ғой. Мыналардың бір ерекшелігі, бұл жылдам келтіріледі, түсіндір ғой, да? Ремень бүйтіп тартып, тесігіне салып, білмешектерін салғанады ғой. А бұнда өзі тартсаң, өзі келе береді, міне. Цифрлар берілген, қандай несіне керек. Постоянно өз цифрыңды білесің, қандай цифрға қоятыныңды. Сосын соған қоясың, түсіндір ғой, да? Көбінде жанында тұрған цифрларды, мысалға, сен алтаға кетің болса, үнемі алтаға қойып қоясың постоянно. Жылдам салынады деп. Үлкен кеңірек болатын болса, кеңірек басында. Намордниктің басындағы жаңағы өзін жауып тұрасы бар ма мынандай, сол. Әрғарай керек. Пленкасы бар бұлатында. Оның барлығы шыққанда бүйтіп кейін қарай шығып үрлетте ішке жібермейді, сыртқа жібереді. Түсіндір ме? Яғни мына демді сыртқа шығарасың ғой. Демді сыртқа шығарғанда мынадан шығып кетеді де, бірақ қайттан кейін қарай кірмейді. Түсіндір ме? Өйткені мына жерден де кіріп кетуі мүмкін ғой мына жерден. Негізі мына сыртында мына клапан болған жоқ. Тіке мына болатын болған деді ғой. Енді тағы да қосымша жасаған. Мынаны қосымша қойған мына. Негізі мынаумен тұратын еді тек қана. Просто көбейтіп берген сайын ол газды мұдырықтың көлемінде үлкей береді ғой. Көлемінде үлкей бергесін оның киіп жүрген қайсы болады. Түсіндір ме? Оның киімшектерін айтып жатыр. Мұнда көзәйнек кішкентай көрмейді. Жан-жағынан бүйтіп бұрылып қалмайсың. Түсіндір ғой, да? Жанын қарау үшін бұрылу керексің. Өйткені мына әйнеу кішкентай деп есептеліп тұр. Егер мынандай жаңағы біздің нелерді қандай еді? Бірінші ГП-5 білесіңдер ғой, да? Үлкен мына айна. Үлкен. Сосын мына жанына қойған негізгі не болады? Ыңғайсыз мына жанына қойған. Білесіздер ғой, да? Яғни бір жағында салбырап қойды. Көзге көндіргілі бір түрлі. Астында болса кішкене ыңғайлы. Жағында ыңғайсыз да болады. Өйткені мына жан басып тұрады. Также здесь применяется